Дін мен дәстүр қоғамның қос қанаты. Әйткенмен бұл екеуін екіге бөліп қарауға болмас. Жалпы қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлері ислам дінімен ұштасып, бірін-бірі толықтырып келеді. Ассалаумағалейкум ағайын, арма қадірменді көрермен. Ғибраттың бүгінгі санында біз осы дәстүрлі дін тұрғысынан соңғы болып жатқан оқиғаларға, әсіресе қоғамда қызу талқыға түскен орамал мәселесіне баға беретін боламыз. Ол үшін бүгін студиямызға келген меймандарымызбен таныс болсақ, Бақытжанов Мақсұт Рахметұлы, Мәулімберген мешітінің имамы, және де менің оң жанымда Дүйсемәлиева Жұмагүл Нәсиқызы, Атырау әйел қыздар секторы жанындағы Атырау әжелер мектебінің төрайымы, және де Қажанар қауымдастығының төрайымы. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Рахмет. Енді бүгінгі жалпы тақырып өздеріңізге жақсы таныс. Бүгінгі аталып өткен осы бір соңғы жалпы заң жарғысын естіген боларсыздар. Енді соған орай осы дінге байланған дәстүріміз тұрғысынан баға беріп, осы көрерменге осы бір мәселеде қалыпты көзқарасты қарауды түсіндіріп, өздеріңізбен осындай бір келелі кеңес өткізсек деген ниетпен шақырдық. Енді Мақсұт Рахметұлы, өзіңізден бастасақ әуелі. Жалпы орамал деп айтып қалдық қой әуелгісінде. Енді осы дінде әйел мен ер адамдардың киімдерінде қандай айырмашылық болады, жалпы шариғат бұл жөнінде не дейді, қандай бір арнайы бір талаптар бола ма? Әуелі әңгімені осыдан бастасақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Барша мақтау, мадақтау Аллаға лайық, Аллаға тән. Салауаттар, сәлеметтер ардақты пайғамбарымызға болсын. Мынау студияға шақырып отқаныңызға Алла разы болсын. Бүгінгі тақырыбымыз Алла тағала жақсы баяндауды Алла нәсіп етсін. Енді баршамызға белгілі, Аллах тағала біздерді адам қылып жаратты. Абай атамыз айтады, атымды адам қойған соң қайтып надан болайын дейді. Алла тағала бізді басқа жаратылыс қылса қақысы бар еді, бірақ адам асыл қылды, адамзат қылып жаратты. Оның ішінде адам атамыздан, Хауа анамыздан біздерді өргізді. Енді сол бүткіл ата-бабамыздан келе жатқан осы асыл дініміз ислам жолында шамамен 13 ғасырдай бір осы діннің аясында келе жатырмыз. Қалай болғанда да осы қазақ деген халықпыз, осы үлкен ел, мемлекетпіз. Міне Аллаға шүкір, тәуелсіз елміз. Міне осындай игіліктерге Аллаға шүкіршілік етейік. Енді жалпы жаратылыс тұрғысынан былай қарағанда бәріміз де бірміз. Адам атаның ұрпағымыз. Дегенмен Алла тағала біздерді ер адам және әйел адам қылып жаратты, бөлді. Бәріміз де сол әкенің белінен, ананың жатырынан шыққан қарақтарымыз ғой, ұрпақпыз. Енді осы айырмашылыққа келгенде мүмкін сол жаңағы ер адамның өзінің бір міндеттері бар, әйел адамның өзінің міндеттері бар деген секілді сол тұрғысынан. Ал енді жаңағыдай қазіргі қоғамда талқыға түсіп жатқан өзіңіз айтып отырған мына хижаб мәселесі, киім-кешек мәселесі, ол енді қоғамда айтылып жатқан мәселелер. Дегенмен де біз мұсылман ретінде осы шариғатты тұтынып келе жатқан халық ретінде оған қатты бір қорқынышпен, үреймен қараудың қажеті жоқ деп ойлаймыз. Себебі Аллах тағала біздерге осы дінді берді. Біздің шариғатымыз негізі екі негізден құралады. Бірінші қасиетті Құран. Аллах тағала пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға 23 жылдың төңірегінде Алла тағала аяттарын уақида түсірді. Екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шәріптері. Міне осы екі негізде, одан кейін енді тағы да екі негіз бар, бірақ осы екі негіздің өзінде шариғатымыз түзіледі. Біз қандай мәселе болсын, қандай жағдай болсын, бірінші ғалымдарымыз, ғұламаларымыз жаңағы осы екі негізден алады. Құранда не дейді, хадисте не дейді. Одан кейін енді қияс жаңағы дегендер бар ғой, дәстүр мәселесі. Жалпы сол мынау айтып отырған жоғарыда киім-кешек дейміз, енді қазақ хижаб дейміз мәселе. Қазір қоғамда мынау мәселе болып жатқан ниқаб мәселесі, бұның барлығы да осы ғалымдарымыздан барлығы пәтуалар берілген, шешімдер табылған. Өкінішке орай көп мәселені білмегендіктен осындай бір әңгімелер болады. Енді ол да бір қоғамның бір заңдылықтары болар деп ойлаймыз. Жалпы қасиетті Құранда 7 жерде шамамен осы киім-кешек дейміз ғой, хижаб туралы айтылады екен. Алла тағаланың бұйрығы, әмірі. Соның ішінде Алла тағала Нұр сүресінде айтады, мұсылман әйелдерге қарата. Мұсылман әйелдер, өзіміздің аналарымыз, міне қыздарымыз, келіншектеріміз деген секілді.
ей мұсылман әйелдер, мына әуреттеріңді жалпы жабыңдар дейді. Мына әурет деген нәрсе, білесіздер, ер адамның әуреті болады, мысалы әйел адамның әуреті. Біз енді молда болғасын, имам болғасын, адам жуындырамыз, пәк дейміз, сол кезде мына ер адамның әуреті кіндік пен тізенің арасы деп жатамыз. Әйел адамның әуреті кеуде, сосын аяққа дейін деп жатамыз. Қалай болғанда да әурет деген нәрсені айтып жатыр. Ұятты жерлеріңді, әуреттеріңді жабыңдар дейді. Мына көздеріңді төмен түсіріңдер дейді. Көз деген нәрсе өзі бір айна ғой енді. Одан кейін жаңағы осы жаңағы тыйым бұйрықтарды біздерге жеткізіп жатыр екен. Ал енді ардақты пайғамбарымыз өзінің хадис шәріпінде де осы жаңағы мұсылман аналарымыздың абыройы жөнінде көптеген жаңағы хадистер, бұйрықтар, былай айтқан әмірлер айтып жатыр екен. Сол себептен де бұл мәселелер енді қоғамда талқыланып жатыр, айтылып жатыр. Бірақ та мына шариғи негізде алғанда бұның барлығы заңдылық бізге жаңағы Алланың өздері өлшеп берген, белгілеп берген мәселесі екен. Сол себептен де бұған үрке қараудың қажеті жоқ. Ал енді қазіргі уақыттағы мына қыздарымыздың кейбір әйел балаларының қара жамылуы, болмаса ниқаб тағып жасап алып, яғни бетті бүркеу. Осы мәселе қоғамда кішкене қорқыныш, үрей, әртүрлі әңгімелерге себеп болып жатыр. Бірақ оны да жаймен, ақылмен, парасатпен, пайыммен, осындай үлкен аналарымыз, әжелеріміздің ақыл насихатымен жайлап шешіледі деген ойдамыз. Сол себептен де бөле жарудың қажеті жоқ. Мынау ер адам, мынау әйел адам деп әркіміміздің өзінің міндетіміз бар, әрбірінің өзінің абыройы бар, өзінің жаңағы намысы бар деген секілді. Сол себептен де әрине мемлекеттің өзінің заңдылықтары бар, зайырлы қоғамбыз. Бұл қоғам, қазақ айтады, кеме дегеннің жаны бір дейді. Басқа да халықтар бар, басқа да өкілдер бар. Сол себептен мына қоғамда қорқыныш, үрей туғызбай, белгілі дәрежеде өзіміздің асыл дінімізді ұстанып, міндеттерімізді орындап жүрсек, иншалла Алла Тағаладан тура жолында болармыз деген ойдаймыз. Алла Тағала енді ниетімізді қабыл еткей. Өзіңіз жақсы айтып өттіңіз, кеме дегеннің жаны бір дедіңіз ғой. Яғни жалпы қоғамның көзқарасымен санасу керек қой адамдар. Енді Жұмагүл ханым, сізге келсек, өзіңіз енді әдемі етіп осы кимешекті студияға киіп келіп отырсыз. Жалпы бізге осы хиджаб деген сөзден гөрі осы кимешек, жаулық, орамал дейтін сөздер, атаулар өзімізге жақын әрине. Жалпы осы орамалдың бастыбайлық, денсаулық, одан кейін ақжаулық деп айтамыз ғой. Осы ақжаулықтың қазақ қоғамындағы осы орны, жалпы маңызына тоқтасаңыз. Орамалға біз жат емес орамал қазақ қызына. Себебі біздердің дәстүр мен діннің егіз екені ол ата-бабамыздың бізге қалдырған мұрасы десек те болады. Сонда енді бұл қазақ қызы тәрбиеленген кезде ол періште келеді дейді ол үйге. Сол періште келген періштеге, қызбен келген періштеге үлкен күтім керек. Күтімнен тұрады. Ол сол күтімнің біріншісі, сол банағы баланың басына кішкентай ғана, жаңағы кішкентай болса да баланың еңбегі жабылып тұрсын деп, сол кезде жаулықпен бірге жаңағы орап, банағы жаялықпен бірге орап, баланы бесікке салғанда да сол бесіктен бастаған. Бесіктің жатқанның өзінде баланың басын жалаңаш тастамаған. Себебі баланың басына жаңағы еңбегі қатпаған деп, оған кішкентай ғана жаңағы терпешек кигізіп қойған. Содан енді қыз өсет, ол аяққа тұрады. Аяққа тұрған кезде оған кішкентай ғана жеңіл тақияша матадан тігіп береді. Одан кейін оның басына ол кішкене естияр болып, жаңағыдай анаға көмектесетін, жәрдемдесетін жасқа келген кезде оған арнайы тақияның үстіне үкі тағылады. Үкілі қыз, қазақ қызын үкілеп баққан қазақ қызына. Оған үлкен мән берген. Ол үкісінің санына қарай оның жасын айыра білетін болған. Ол қыз енді жаңағы некелесіп қойғаннан кейін сәукеленің басында банағы үкісі бар ғой, қыздың үкіленіп пәктеліп бағылғанын, оның жаңағы таза екендігін, ол әулетке үлкен бір нығметтің періштемен бірге қаншама жаңағы қыздың бойына сіңген қабілет қасиеттің, оның тәрбиенің жаңа нышаны, соның барлығы кетіп бара жатырғанын белгілеген. Енді ол үйге барғаннан кейін сәукелесін шешіп,
енді ол басына ақ жаулықпен қарсы алып, ақ жауып келін қылып алған. Келін қылып ол жаңа жаулығын тағып жүріп, орамалын тағып жүріп, жаңағы аяғы ауыр болып, бала сол үйге сіңе бастаған кезде ол жаңа босанғанға дейін сол жаулығын тағып жүрген, ақ жаулығын. Оған дейін қызыл жаулығын да таққан, қыздардың қызыл жаулығы болған. Оның қыз екендігі белгілі болған. Енді содан кейін ақ жаулықты тағып келгеннен кейін енді ол үйге жаңа сәби дүнияға келген кезде оған жаңағы кимешек, тек қана кимешекті таққан. Бірінші кимешекті, ол кимешектің де үлкен мағынасы бар. Себебі ол кимешек арқылы мына омырауын жабу отырады. Ол шариғатта да айтқан, омырауыңды жап деп. Ол омырауын жаба отыра, баланы емізген кезде көзден, тілден сақтану үшін сақтық шарасында шариғатпен астасып жатырған. Банағы баланың саулығын ойлап отырып, ол үйге жаңағы таза баланың тамақтануына үлкен мән бере отыра, жаулығымен, банағы кимешегімен бүркеп отырып, баланы емізетін болған. Ол бір жағынан саулықты арасында. Екіншіден, ол жаңағы қыз баланың кимешек деген мына біздің мойнымыздың барлығы ашық жатқан жағдайда бұл жердің барлығына салқын тиеді. Ол бала денесі жіпсіп келген, босанғаннан кейін оны қайтадан қатаю үшін оның мойны жабық болу керек. Бұл жер терлейді. Терлеген кезде ол жылылықты қалайды. Сонда жаңағы біріншіден ол өзінің әйелдің жаңағы келіншегіміздің мойны жабық тұра өзінің саулығын сақтаса, екіншіден баланы бүркеп отырып емізіп тіл көзден сақталуына, омыраудың ашық болмай тіл көзден сақталуына себебі көз тиеді. Одан кейін екінші балалы болған кезде оның басына шылауыш тағылады. Ол жаңағы бір балалы болды деген белгілі. Сол неше балалы ана екенін қатпарына қарай қарап, мына кісінің 5 баласы бар екен, мына 10 баласы бар екен дегендей белгілі болатын болған. Одан енді ол дана әже болған кезде оны қарқара киетін болған. Сондай дәрежеде біздің кимешекке үлкен мән беріліп, біздің орамалдың бізге жат емес екендігіне, оның біздің қорғанышымыз екенін, оның біздің ар намысымыз екенін, оның қарапайым киім бола тұра біздің сақтық шарамызға үлкен мән берілетінін, оның тәрбиеге де үлкен мән берілетіні, ол қазақ қызының сондай дәрежеде тәрбиелі болып, сондай біздің батыр аналарымыз батырларды дүниеға әкелгендігі, ғұлама аналарымыз біздің өзі тәрбиелеп отырып, ыммен жаңа отырып тәрбиелеп, жаңа соның барлығын ұғындыра білген біздің аналарымыз. Қыз келіншектердің бас киімі осы бесте жатқан кезден қара-қараға дейінгі кезеңдерін әдемі айтып бердіңіз. Мақсұт Рахметұлы, енді жоғарыда Жұмагүл апайымыз осы қазақ қыз келіншектердің киімдері жөнінде әдемілеп айтып берді. Бірақ сонда да бастапқы тақырыпқа қайта ораламыз. Енді соңғы оқиғаға байланысты жалпы бетті бүркемелеу, тұмшалау, тіпті қоғам арасында қара жамылу деп жатамыз. Осы бір діндегі жалпы үкімі қандай? Міндет пе бұны? Жалпы жаңа жоғарыда айттық қой, шариғи негізді Құран және сүннет деп жатырмыз. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам заманында дүниеден өтерінің алдында қоштасу құтпасын оққан. Ол жерде жүздеген мыңның үстінде сахаба болды. Сол кезде әйел жамағаттарда болды. Бір оқиғаны келтіреді. Сол кезде әйел баласының беті ашық болғанын баяндайды. Сол негізді алады. Сондай оқиғаларды алып келіп, мынау Абу Ханифа атамыздың, имам ағзамның екі ұлы шәкірті болды. Ол имам Мұхаммед, имам Әбу Юсуф. Бүткіл Абу Ханифадан қалған мирастың барлығын біріктіріп, осы мазғапты құрған, осы жасаған осы екі тұлға деп айтылады. Соның ішінде имам Мұхаммед бұл ислам тарихындағы ең үлкен ұлы имамдардың бірі, үлкен тұлғаның біреуі. Сол имам Мұхаммедтің ғалым. Осы Абу Ханифа мазғабының үлкен ғалымдардың бірі, Абу Ханифаның шәкірті. Осы кісінің осы хижаб мәселесіне, жалпы кимешек мәселесіне, соның ішінде нихабқа қатысты айтылған, әурет мәселесіне айтылған фәтуасы бар, бұл айтқанда ғылыми еңбегі бар, сонда келеді. Жалпы парыз. Әйел баласы жаңағы бүркену керек, жаңағы омырауын жабу керек, әурет жабуын жабу керек, көзін төмен түсіру керек айтылып жатыр аятта. Апамыз жақсы айтып отыр осындырып. Енді мына хижаб мәселесіне келгенде, сол имам Мұхаммед айтады, әйелдің мына беті ашық болу керек. Алақаны екі жағы ашық болу керек. Және табаны. Бұлар әурет болып саналмайды. Яғни ашық болса ешқандай
зиян емес. Ол жерде бүркемелеу міндет емес. Міндет емес. Соның ішінде ең бастысы мына бет мәселесі қазір. Бетті бүркеншік. Енді фаранжа дейді, жаңа әртүрлі ниқаб дейді, қазір айтылып отыр ғой. Кезінде тақты ғой дейді. Бір белгілі бір себептермен үзірлі жағдайлармен жабылған болар. Мысалға, араб жерлерінде ыстық болады, шаң болады, топырақ болады деген мәселелермен. Бірақ мына әжелеріміз, мына осы кісі секілді мысалы үлкен әжелеріміз көрдік қой. Бәрі де беті ашық, барлық нелері жабық, сондай керемет киімнің үлгісін көрсетіп кетті біздерге. Мынау кеше 81 жылы наурыз болғанда біздің шешелеріміз сол күндегі осы кимешекті киіп шыққанда біздер аузымызды ашып таң қалып баламыз ғой. Сол қандай керемет көрініс. Алла тағаланың біздің аналарымызға, әйел балаларына, мұсылман елдеріне берген керемет нығметі ғой. Сол себептен де Алла тағала осы мәселенің төңірегінде бір ушықтырмай, бұны қоғамда бір жек көрушілік көрсетпей, бір жақсы мәселені жақсы ретімен шешуді Алла нәсіп етсін. Қалай болғанда да мұсылман аналарымыз, қыздарымыз бір шектеу көрмеу керек, бір қысымшылық көрмеу керек, жалпы айтқанда. Оның барлығы да заңдылық аясында қоғамдық бір түсіністікпен шешілетін мәселелер деп ойлаймыз, дұға қыламыз. Алла тағала осы қауіпсіздік мәселесі бәрі де енді өзінің орнымен болу керек. Сол себептен де жаңа айтып отырмыз, киім жаңағы барлығы парыз шариғат өзімізде, ал енді мына не бұл шарт емес, ниқаб деген мәселе. Бұл мына қыздарымызға құлағына алтын сырға бұл айтқанда, қыздарымыз олар басқа да келіншектер, біз олар жаңа кейбір қара жамылып жүрген, қазірше айтқанда кішкене бетін жауып жүрген деген секілді барынша жайлап түсіндіріп айтып жатырмыз. Осы үлкен кісілерімізді, әжелерімізді, апаларымызды түсіндірсе, әлбетте бір оң шешімін табар деген ойдамыз. Алла баршамызға разы болғай деген иншалла. Рахмет, Мақсұт мырза. Жаңыл апа, енді өзіңіз жалпы осы түйін сөз айтсаңыз, қыз баласы жалпы табиғатынан әдемілікке, бір сұлулыққа құштар ғой жалпы жаны. Бірақ та осы соңыңыздан ерген сіңлілеріңіздің, яғни қазақ қара көздерінің қара жамылғаны құп көрмесіңіз анық. Жалпы осы артыңыздан ерген сіңлілеріңізге қандай насихат айтасыз? Өте жақсы сұрақ. Кеңес үкіметі кезінде біздерге дінге ұлықсат болмады ғой. Қазір дінімізге ұлықсат болған кезде біз өз салтымызды, өз дәстүрімізді дәріптеп, дінмен егіз алып жүріп, оған қайшы келмейтін жақтарын ойластырып, өзіміздің ұлттық құндылығымызды сақтап, қыздарымыздың тәрбиесіне мән беріп, ал қызымыздың тәрбиесі біздің ұлтымыздың болашағы. Қазақ діні салтпен астасып келе жатыр. Сондықтан қазіргі жағдайда біздің қыздарымыз бірінші білімдар болу керек. Білімді алған жағдайда ол өзі адаспайды. Білім ол нұр, біздің шырақ. Ұстаздарымыз біздің білім беріп жатыр. Медресе, мешіттерде ұстаздарымыз бар. Содан білімін алсын, қала бере өзінің салт дәстүрін ұмытпай, өзіне қайшы келмейтін жақтарын алып, сұлулық. Қыз деген ол сұлулықтың белгісі, көркемдіктің белгісі. Ал дінді жеңіл қабылдаңдар деп айтқан. Жеңілдік берген дінде. Оны қиындатпаңдар деген. Сондықтан біз осы жеңіл жағын алып, өздері сұлу, нәзік, әдемі, әлсіз қыздарымыз, біздің сіңлілеріміз, аналарымыз, әйел заты сол сұлулықты арғарай алып жүріп, орамалын киеме, кимешегін киеме, тақиясын киеме. Қазір барлық мүмкіндік жасалып тұр. Және оған ұлықсат беріліп тұр. Сол ұлықсатты заң аясында еліміздің бекіткен, біздің мемлекетіміздің бекіткен заңына қайшы келмей, сол заңды ұстай отыра, шариғатқа қарсы келмей, салт дәстүрімізді, құндылықтарын дамыта отыра, қыздарымыз арғарай өсіп, өніп, көбейіп, ұрпағымызды керемет, кемеліне жеткен мәңгілік елдің аналары болуға, жаңағы сәбилерін тәрбиелеп, керемет ұрпақты өсіріп шығуына шын жүректен тілектеспін. Сол баяғы өткен заманда, кеңес үкіметі қиындық туғызған заманда біздердің аналарымыз бізді адалынан ішкізіп, бесігіне салып, тәрбиелеп, аппақ қылып өсіріп шығарғанда, қазір аналарымыз осы заманның аналары сақталып қалғанда, келесі міне қазіргі барлық мүмкіндік беріп тұрған заманда емін еркі құлшылық қыл, салаңды дамыт, өзің білім ал деп тұрған замандағы біздің қыздарымыздан туып жатырған осы ұрпақ, дүнияға келіп жатырған ұрпақ біздің болашағымыз деп мен сенем. Бүгінгі студиямызға келіп
өздеріңіз сұхбат уақыттарыңызға арнап осы бір соңғы мәселеге көзқарастарыңызды айтқандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Рахмет. Иә, әрине дінсіз адам болғанмен дінсіз қоғам болмайды. Ал сол діні бар қоғам дәстүрмен ұштасқан жағдайда ғана қазақ мызғымай байырғы қалпын сақтап әрмен қарай тіршілік кешпек. Бейсенбінің берекелі уақытында қайта қауышқанша аман сау болыңыздар ағайын.